Ассалаумағалейкум ағайын, сіздермен бірге берекет кілті бейнет бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Нұрсұлтан Біләл. Цифрландыру адам өмірін жайлы әрі ыңғайлы ететін бүгінгі күннің басты тренді. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры да заман көшінен қалмай, салымшыларына өз жинақтары жайлы толыққанды ақпарат алуға көмектесетін электронды қызметтерді ұсынады. Бүгінгі бағдарлама дәл осы тақырып аясында өрбімек. Ендеше алдымен сюжетке назар аударайық. Бүгінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшылар мен алушыларға көрсетілетін негізгі қызмет түрлерінің барлығын дерлік электрондық форматқа көшірді. Соның арқасында салымшылардың кеңсеге барып, кезекте тұрып уақыт жоғалтпауына жол ашылды. Қазір үйде отырып ақ компьютер немесе ұялы телефон арқылы зейнетақы шотын қадағалаудың мүмкіндігі туып отыр. Қор жеке зейнетақы шотының жағдайы туралы ақпарат алудың бірнеше тәсілін ұсынады. Мәселен, салымшы өзі немесе сенімді өкіл арқылы қордың дербес қызмет көрсету орталығына жүгіне алады. Сондай-ақ қор сайтының жеке кабинет арқылы жеке зейнетақы шотынан үзінді көшірме алуға, оны электрондық мекенжайға жіберуге болады. Оған қоса NPF ұялы қосымшасы мен egov.kz электрондық үкімет порталы арқылы да ақпарат алу мүмкіндігі бар. Ұялы қосымша мен жеке кабинет арқылы ақпарат алу үшін салымшының электрондық цифрлық қолтаңбасы болу қажет. Немесе шоттың жағдайы туралы ақпарат алу тәсілі ретінде интернет хабарландыру әдісін таңдау керек. Мұны салымшы бір рет қор кеңсесіне бару немесе электрондық цифрлық қолтаңбаның көмегімен қордың ресми сайты арқылы жүзеге асыра алады. Сонда жеке сәйкестендіру нөмірі және парольдің көмегімен қор сайты және ұялы қосымша арқылы зейнетақы шотының жай-күйін білуге болады. Бүгінгі сарапшымыз бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ақпараттық технологиялар департаментінің директоры Ерол Райысбекұлы Тайканов мырза. Студиямызға қош келдіңіз. Алғашқы сұрақ мынадай: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 2017 жылдан бастап осы уақытқа дейін қандай электрондық қызметтерді іске қосты? 2017 жылы бірқатар электрондық сервистер іске қосылды. Енді азаматтар қор кеңсесіне келмей-ақ, оның сайтындағы жеке кабинет арқылы электрондық цифрлық қолтаңбаның көмегімен немесе логин мен құпия сөздің көмегімен жеке зейнетақы шотын ашу және зейнетақы төлемдерін тағайындау жөнінде өтініш бере алады. Сондай-ақ цифрлық қолтаңбаның көмегімен жеке деректемелерге өзгеріс енгізуге және де ақпарат алу тәсілін өзгертуге болады. Бұл ретте қор салымшыға өтініштің орындалу барысы жөнінде SMS хабарламалар жіберіп отырады. Айта кетерлік, қазір логин ретінде жеке сәйкестендіру нөмірі пайдаланылады. Олай болса, сандарды сөйлетсек, жалпы қазіргі уақытта салымшылардың цифрлық қызмет көрсету түрін пайдалану көрсеткіші қаншалықты? 2018 жылдың бірінші жартысында электрондық арналар арқылы барлық саны 7 миллион 500 мың операция орындалды. 91 мыңға жуық адам электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдана отырып, қор сайты арқылы электрондық қызметтерді пайдаланған. Олар жаңа жоғарыда атап өткен шот ашу, төлемдер тағайындау, деректемелерге өзгеріс енгізу және де хабар алу тәсілін өзгерту. Жалпы 939 мың салымшы мен алушы өз бетінше зейнетақы шотынан 4 миллион 700 мың үзінді көшірме алса, 807 мың адамның электрондық мекенжайына үзінді көшірме 2 миллион 800 мың рет автоматты түрде жіберілген. Ал мысалы электронды сандық қолтаңбасы жоқ азаматтар оны ашу үшін қордың қызметіне барып жүгіне алады ма? Жоқ, электронды қолтаңбаны қордан емес, халыққа қызмет көрсету орталықтарынан ала аласыздар. Ал мен мысалы өзімнің жеке кабинетінен отбасы мүшелерінің шотының үзінді көшірмелерін ала алам ба? Зейнетақы жинақтары құпия болғандықтан әр адам өзінің электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы немесе дербес логин мен құпия сөз арқылы ғана ала алады. Сондықтан жоқ, сіз ала алмайсыз, әр адам өзі кіріп алу керек. Ерлі зайыпты болса да? Жоқ, ол заңға сәйкес әр адам өзі алуға қажет. Жақсы, түсінікті. Олай болса, көрермендерімізден сұрақ бар екен, экранға назар аударайық. Осы қор сайты арқылы қандай электрондық қызметтер көрсетіледі? Бүгінде қордың ресми сайтының электрондық қызмет көрсету бөлімінде жоғарыда айтылған қызметтерден басқа онлайн кеңес беруші, кері қоңырау шалуға тапсырыс беру, халықтың әлеуметтік осал топтары үшін ұялы қосымшаны жүктеу және де сайт арқылы өтініш беру қызметтері жұмыс істеп жатыр. Бұлардың бәрі де сұранысқа ие. Мысалы, денсаулығына байланысты қор кеңселеріне келе алмайтын азаматтар осы сайттағы
әлеуметтік осал топтар үшін саны бойынша өтініш жолдай алады. Тиісінше қор қызметкерлері мұндай азаматтардың үйіне келіп, шот ашу, зейнетақы тағайындау сияқты қызмет түрлерін көрсетеді. Көрерменнің де сұрағына жауап алдық, ал енді электронды қызмет көрсету түрлеріне толығырақ тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ақпараттық технологиялар департаментінің директоры Ерол Райысбекұлы Тайканов мырза. Зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жоғалтып алған жағдайда қордан оның көшірме нұсқасын қалай алуға болады, осының жолдарын айтып берсеңіз. Бүгінгі таңда қолға шарттың түп нұсқасының көшірмесі емес, зейнетақы шотын ашу жөніндегі өтініштің жаңа редакциядағы көшірмесі беріледі. Оны қордың ресми ЕНПФ сайты арқылы жеке кабинетіндегі жаңа редакциядағы зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт нысаны арқылы электрондық цифрлық қолтаңбаны немесе логин мен парольді пайдалана отырып алуға болады. Егер де сіз құпия сөзді ұмытып қалсаңыз, құпия сөзді ауыстыру нысанын пайдалануға болады. Аталмыш көшірмені қордың жергілікті бөлімшесіне де келіп алуға болады. Ол үшін сіз өзіңізбен бірге жеке басыңызды куәландыратын құжатты алуыңыз қажет. Түсінікті. Ал ЕНПФ ұялы қосымшасының қызметін пайдалану үшін қандай талаптарды орындау керек? Зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты ұялы қосымшаның көмегімен алған өте ыңғайлы. Бұл кез келген уақытта, кез келген жерде зейнетақы шотының жай-күйі туралы ақпаратты тез арада біліп отыруға мүмкіндік береді. Аталған ақпаратты қор сайты немесе ұялы қосымшаның көмегімен алу үшін жеке басыңызды куәландыратын құжатпен қордың жергілікті бөлімшесіне бір рет келіп өтініш берсеңіз жеткілікті. Сөйтіп, ұялы телефоныңызға ЕНПФ қосымшасын жүктейсіз. Кейін логин мен құпия сөздің пайдалана отырып, кез келген жерде кез келген уақытта шотыңыздың жай-күйі туралы ақпаратты телефоныңыздан көре аласыз. Естеріңізге сала кетейік, бүгін логин ретінде жеке сәйкестендіру номері қолданылады. Енді бұл қызметті алу үшін сіздің ұялы телефоныңыз интернет жүйесіне қосылған болуы шарт. Ал бүгінде біз жаңа ғана айтып отқан ұялы қосымша және жеке кабинет бөлімі қызметін пайдаланатын адамдардың бір нақты саны бар ма? 2018 жылдың алғашқы жартысында зейнетақы шотының жай-күйі туралы хабарлаудың электрондық тәсілдері таңдалған шоттардың жалпы саны 5 миллион 400 мың бірлікті құрап отыр. Жыл бастан бері бұл көрсеткіш 14%-ға өсіп отыр. Бұл дегеніміз 651 мың бірлікке көбейді деген сөз. Бұл біз үшін өте жақсы көрсеткіш. Жалпы биыл салымшылар мен алушылар үшін еліміздің 18 өңірінде өңірлік филиалдарында өз-өзіне қызмет көрсету терминалдары орнатылыпты. Жалпы бұл қандай терминалдар, бұл терминал арқылы біз қандай қызмет түрлерін ала аламыз? Бүгінде терминал арқылы мынандай қызметтер қолжетімді. Зейнетақы шотының бар жоғы туралы анықтама алу, жеке зейнетақы шотынан үзінді көшірме алу, міндетті зейнетақы жарналары бойынша шарт жасауға өтініш беру, жеке деректемелерге өзгеріс енгізу, берілген өтініштердің орындалу мәртебесін қадағалау. Бұл қызметтерді өзіне өзі қызмет көрсету терминалдары арқылы алу үшін салымшыны немесе алушыны анықтап танудың екі әдісі қолданылады. Ол жоғарыда айтып өтілген жеке сәйкестендіру нөмірі мен құпия сөзді немесе куәліктегі электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану. Одан басқа таяу уақытта өзіне өзі қызмет көрсету терминалдарында қор операторларынан бейне байланыс арқылы ақыл кеңес алу қызметі іске қосылады. Жақсы, керемет. Онда көрерменнен сұрақ бар, экранға назар аударайық. Электрондық қызмет арқылы жеке шот ашуға және зейнетақы төлемдерін алуға бола ма? Әрине болады. Бұған дейін айтып кеткеніндей, қазіргі кезде электрондық цифрлық қолтаңбаны немесе логин мен құпия сөзді пайдалана отырып, қор сайтындағы жеке кабинет арқылы зейнетақы шотын ашу жөнінде және зейнетақы төлемдерін тағайындау жөнінде өтініш беруге болады. Бұл операцияларға бар болғаны бірер минуттар ғана кетеді. Ерол мырза, студиямызға келіп, бізді қызықтырған сұрақтарға жауап берген үшін көптен көп алғыс айтамыз. Сіздерге рахмет. Құрметті көрермен, мен естеріңізге сала кетейін, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының ресми сайтына кіріп, өздеріңізді қызықтырған сауалдарға жауап табуларыңызға болады. Мен өздеріңізбен қоштасам, амандықта жүздескенше.